Бүгін теншей өнімдердің ішінде хитозанның адсорбенттік қасиетін көрсеткіміз келіп отыр тәжірибе арқылы. Ол үшін күріш, күнделікті жеп жүрген тамағымыз, кішкене су құямын. Аппақ күріш. Бұл сіздің таза ішегіңіз бала күндегі. Енді ішіп жатқан су хлорланған, жеп жатқан тамақта канцерогенді қоспалар бар. Сондықтан бұлай біздің ағзамыз ластанады. Бұл сіздің ішегіңіз осылай ластанады. Ішектен қанға өткен қан ластанады, қан тамыр ластанады. Міне осындай процесс әрқайсымыздың ағзамызда жүріп жатыр. Яғни тамақтану арқылы біз ағзамызды ластаймыз. Енді кез келген өніміміз, ол кальций бола ма, ол шай болады ма, ол ресвератрол бола ма, ол кардицепс бола ма, осы ағзаны тазалауға қатысады. Себебі бұның әрқайсысының адсорбенттік, гепатопротектор ретіндегі және антиоксиданттық қасиеті бар. Айталық, мұны хитозанды алайық, шекте тұрған. Хитозанның бір капсуласын ластанған ағзамызға айталық іштік деп есептеңіз. Бір хитозанның қасиеті. Хитозанның негізгі қасиеті адсорбенттік қасиет, яғни өзіне сүзіп алатын қасиеті бар. Ағзаңызда лас нәрсе бар ма, токсин бар ма, ішектегі лас нәрсе бар ма, соның бәрін өзіне сүзіп алады да, оны біздің шайымыз ертіп сүзген нәрсені бүйрек арқылы, ішек арқылы, пора арқылы, яғни үш жаңағы шығару органдары бар ма, сол арқылы ағзадан шығарады. Мына. Уақыт өткен сайын күріш те ағарды, су да тазарып жатыр. Бірақ әлі бұл хитозанның барлығы бірдей жұмыс істеп үлгерген жоқ. Әрине уақыт керек. Тура осылайша хитозанды ішкен кезде неге адамда бірден нәтиже береді? Ішектің ішіндегі іріңді, ашу, қорытылу нәтижесінде пайда болған қосымша заттарды ішектің ішінен осылайша тазалайды. Енді хитозанның құрамында 15% хитиннен тұрады. Хитин қан тамырына өтіп, қаныңызды да тура осылай тазалайды. Міне, күрішіңіз бастапқы күріштен де ағарды десек, өтірік емес, видео нәтижесінде көріп отырсыздар. Судың түсі де өзгерді. Яғни йодты хитозан өзіне сүзіп алды. Ал сүзіп алған нәрсені антилипид шайы бүйрегіңіз арқылы, ішегіңіз арқылы ағзадан шығарып тастайды. Мінекеңіз. Сондықтан хитозанды ішкенде адамның жаны кіріп, рахаттанып, тәбетіңіз ашылып, ішегіңіздегі улы заттан құтылғаннан кейін ағза тамақ талап ететіні сондықтан.